шет тілдері үйренген жақсы көремін. Кездейсоқ қазақ тілі оқи бастадым. Маған қазақ мәдениет өте ұнайды. Сол себепті мен қазақ тілі оқу жалғастыру шештім. Менің атым Джорджа, мен итальяндықпын, мен зерттеушімін, мен Назарбаев университетінде сабақ беремін. Және зерттеуші төппен қазақ тілінің грамматика формалары, яғни төлеу сөз зерттеймін. Мысалы, қазір қазақ тілі сөйлейтін жастар өте қызықты, олар беді сөздері қолданады. Айырмашылық бар. Жетістіктер сөйлемнің аяғында бұл шет тілдермен сөйлейтін адамдарға өте қиын. Маған мысалы ойлану керек. Өте көп. Мен алғаш қазақ сөздер естіген, бұл танысқаныма қуаныштымын болды. Маған ұнайтын қазақша сөздер бұл қарлығаш және қуаныш, зерттеуші. Маған өте ұнайды. Табиғат Қазақстанда өте қызықты, мәдениет қызықты, тарих қызықты. Ұлттық мұражайға бардым, қазақ ұлттық тарихқа көрдім. Мысалы, алтын адам және дәстүрлі киімдер, дәстүрлі сыйға көрдім. Өте қызықты болды. Қазақ адамдар олар өте қонақжай және мейірімді, отбасы өте маңызды. Бұл Италияда сияқты. Итальяндықтар күрт жақсы көреді. Және мен қазір бешбармақ пісіру үйренгім келеді. Қазақ тілі маған өте ұнайды, сол себепті мен күнде қазақ тілі сөйлесу тырысамын. Меніңше қазақ сөйлейтін адамдар өте мейірімді. Олар маған көмектеседі. Мейірім мен сүйіспеншілік ұялатқан. Тіл көңілдің кілті.